Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Құрметті YouTube арнасының көрермендері, соның ішінде Ясин Медиа подкаст студиясының көрермендері, қанша уақыттан бері, бір жылға жуық болып қалды ау деймін. Осы Ясин Медиа Ақтөбе медресе колледжіне тікелей қатысы бар Ясин Медиа студиясында біз подкаст арнасын ашқан тұғынбыз. Сол подкастта бізде алғашқы қонақ баршаға белгілі ерсін әміре ұстазымыз болған тұғын. Одан кейін белгілі бір жағдайларға байланысты бұл жоба тоқтап қалды. Алла сәтін салса, осы қасиетті рамазан айынан бастап қайтадан осы YouTube арнасындағы жобамызды қолға алғалы отырмыз. Бүгінгі бізде қонақта медресеміздің басшысы, осы жақында ғана тағайындалған басшысы Ерік Қонақбайұлы. Ұстаз, қош келдіңіз. Алла разы болсын. Біз бүгінгі подкастымыздың тақырыбы көпшіліктің ойында медресе десе бір сондай бір заманнан артта қалған адамдар бір оқитын жер, немесе сондай бір елге де, дінге де, елге де, жерге де бір пайдасы тимейтін адамдар тәлім алып жатқан секілді ой қалыптасқан көпшіліктің ойында. Сонымен қатар мынау әлеуметтік желіде түрлі адамдардың бастамасымен осындай медреселерге бір қара күйе дейміз ба, бір жаман сөз дейміз ба, сондай айтылып жүргені бар. Сондай мақсатта, сондай ойларға жауап беру мақсатында медресе, жалпы медресе дегеніміз не, бұл жерде кімдер оқиды деген көпшілікке де бұл қызық деп ойлаймын. Сол тақырыпта иншалла бүгін өзіңіз соны бір кеңінен ашып түсіндіріп берсеңіз. Ең алдымен ұстаз, қош келіп жатсыз. Бір жылға жуық болып қалды, иә? Өзіңіз келгеніңізге, басқасында болып жүрсіз, машалла. Келгелі бері біраз нәрселерге бір мұрындық болдыңыз өзіңіз. Көптеген болмаса да енді өзгерістер болып жатыр жақсы жағына деген секілді. Ұстаз, енді көпшілікке өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сіз осы біздің медресеміздің, Ақтөбе медресе колледжінің өзіңіз түлегісіз, иә? Соны түсіндірсеңіз иншалла. Айтсаңыз өзіңіз жайлы. Бисмилля ва салату ва саламу аля расулилля. Амма бад. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Мына 12 айдың сұлтаны қасиетті рамазан айы құтты берекелі болсын. Ұстап жатқан оразаларыңыз, құлшылық ғибадаттарыңыз қабыл болсын. Данияр ұстаз, сізге Алла разы болсын. Осындай бір ұсыныс шара өткізіп жатсыз. Енді өзім таныстырып өтетін болсам, есім Ерік Қонақбайұлы болады. Осы батыс өнерінің тумасымын өзім. Жалпы осы бізде облыс өкіл имам болды, Бауыржан Есмахан деген ұстазымыз. Сол кісінің мұрындық болуымен осы жаңағы 2007-2008 жылдары Нұрғасыр мешіті салынған болатын. Алғаш жылдар. Алғаш жылдан. Сол салынып бітіп, облыс өкіл имамы бұл кезде Бауыржан Есмахан ұстазымыз. Сол кісі сосын жалпы сол қоса, сол мешітпен қоса медресені де сол жерден ашқан болатын. Сол жерде ең бірінші біз түлек болып қабылданғанбыз. Есімізде бар, 27 бала болып қабылдандық. Сол 2012-де аман есен біз бітірдік. 2012-де алғашқы түлексіздер. Иә, алғашқы түлек. Ол кезде 2012-де Бестамақта толықтай бір шағын медресе біткен болатын. Сонда көшіп барып, сол жерден емтихан тапсырып, қолға диплом алғанбыз. Диплом алған бала саны 5-ақ бала болған. 5 бала. 27-тен 7 бала жетті, 2 бала алмады. Енді содан Нұр Мүбарак оқыдық, осы Қазақстан ішінде оқыдық біз жалпы. Қызмет еттік, бас мүфти хазіреттің жаңағы жалпы осы Наурызбай Қажы Тағанұлының батасымен, жалпы бұйрығымен осы 25 шілдесінде осы оқу ордасына, білім ордасына десе болады, бұйрықты алып қызметке келдік. 8 айдай болып болған. 8 ай. Керемет. Сол. Жаңа айтасыз ғой, 7-ақ бала бітірдік деп жатсыздар ғой. Иә. Кезінде мен де Сарыағашта оқыдым, сол өзіңіз білесіз. Бізде де кейбір балалар шығып кетеді, шыдай алмайды, тәртіп деген секілді. Сол жылдары Ақтөбе мен Сарыағаш медресесінің тәртіп жүйесі дерлік бір деңгейде болған да. Яғни ішіндегі тәртіптерге байланысты деген секілді, енді медресе оқыған жігіттер біледі. Сол кезде шыдай алмай кетіп қалатындар болды біраз. Сол кезде айтатын еді марқұм Абдуғаппар ұстаз, және де кімде
Әбжаппар ұстазымыз айтады, бұл жерде арыстандар оқиды деп. Бұл жерде шынайы жүрегіне алла тағала ықылас берген арыстандар ғана қалады деп. Машалла, сол 27 адамның ішінен 7 арыстан қалып, Иә. Алланың қалауымен қазір енді өзіңіз оқыған медресеге басшылыққа келіп отырсыз. Алхамдулилля. Өте үлкен бір Аллахтың бір нығметі десек те болады бұл нәрсені енді. Сіздің сол кездегі сабыр ықыласыңызға байланысты, машалла ұстаз. Керемет. Ұстаз, енді көпшіліктің көкейінде мынандай бір сұрақ болады. Медресе деген не жалпы? Бұл жерде кімдер оқиды медреседе? Көбісі ойлайды, жаңағы медреседе оқитындар сол дүниеви білімнен, жалпы мынау қазіргі қоғамнан оңашаланып, өз әлемдері өздерінде болады. Былай айтқанда тәркі дүние қылған адамдар ғана сол жерде бір оқиды деген сынды. Немесе мектепте оқи алмай қалған, 2-ке оқыған, 3-ке оқыған сондай адамдар осы медресеге түсіп жатады деген секілді сондай бір сұрақ ойларында сондай бір ой қалыптасқан да. Осыған бір кішкене тоқталып өтсеңіз, жалпы медреседе кімдер оқиды бұл жерде? Жалпы енді Данияр ұстаз жаңа айтып жатсыз ғой, бұл қоғам болғаннан кейін көпшілік болады. Ол көпшілік болған әркімнің әрқалай жаңағы пікір ойлары болады ғой. Әрине ол теріс ой, өйтіп жаңағы ойлауға да айтуға да болмайды. Өйткені біз жалпы өзіміз қазақ, мұсылман, біздің жаңағы кезіндегі тарихымызды зерттеп қарасаңыздар, ол билер болсын, сұлтандар болсын, хандар болсын, жалпы батырларымыз осы ислам дініне деген, имандылыққа деген, парасаттылыққа деген мықты болған. Раббым Алла, кітабым Құран деп жауға шапқандар болған мықты. Мысалы, енді біз сол тарихты, өзіміздің тарихты айтып отырмын мен, өзіміздің тарихты қарап, біз сол бабаларымызбен, мына өзіміздің алаш зиялыларымен біз мақтан тұта аламыз. Неге? Өйткені олар да сол тарихта қалғаны. Қазіргі біздің кітапханада мағлұматтарды қарасақ, кітаптың беттерінен таба аламыз. Ахмет Байтұрсын болсын, Мағжан Жұмабаевтар болсын, кездегі Абай аталарымыз болсын, Шәкәрім аталарымыз болсын, медресенің табалдырығын аттаған кісілер. Олар одан оққаннан қор болған жоқ, керісінше абыройлар артпаса. Өйткені бұл медреседегі мақсат, онда келген шәкіртті бізде бір бағытта бір молда қылып жіберу емес, саналы ұрпақ қылып, имандылығын арттырып, саналы ұрпақ қылып, елге, жеріне, дініне, халқына адал қызмет ететін азамат қылып бізде қалыптастыру миссиясы бізде. Ал әрі қарай ол шәкірт сол мамандықты әрі қарай дамытып қызмет етсе өз еркі, немесе медреседен кейін заңгерлікті оқып, немесе басқа да мамандықты оқып, әрі қарай қызмет етсе өз еркі. Бірақ ода не болады? Жүрегінде Құран болады. Пайғамбар саллаллаху деген махаббаты болады. Ол халқының алдында, ата-анасының алдында, ағайын тума туысқан алдында не кішіпейілдік, яғни ислам дінінің бейнесін көрсете алады. Сол үшін бізде ресми Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының біздің мемлекетіміз қолдап отырған 9 медресеміз бар да. Соның бірі Батыс Қазақстанда. Ол осы үлкен Ақтөбе медресе колледж. Бұл жерде қазір былай айтқанда оқу корпусы, жатақханасы, тамақ ішетін орны, асханасы, спорт залы бүкіл қамтылған. Заманауи дейсіз. Заманауи. Қазіргі заманауи. Тәркі дүние қылып бір жер көбісі ойлайды, медресе десе қолын тәсіп ұстап алып, бір жаман тамның ішінде, жаңа бір үйдің ішінде, бір мешіттің бір жертөлесінде жаңағыдай оқиды деген секілді. Ол естіп көрмегендікі ғой. Көрдіңіз бе? Мен айтар едім, егер біреу сондай нәрсені естіген болса, соған көз жеткізу үшін келіп бізге қонақ болып келсе, біз таныстырар едік. Өйткені біздің есігіміз әрдайым ашық. Өйткені біздің медресе колледжіміз бізде Ақтөбе облысында 38 колледж бар. 38. Біз чаттап отырамыз. Біз білім басқармасына бағынамыз. Оқу ағарту министрлігіне бағынамыз. Соның бірі Ақтөбе медресе колледж. Бұл мемлекеттік құжат алып отыр. Лицензия алып отыр. Лицензия бар. Біз 9-дан кейін қабылдаймыз. Бізде мемлекеттік бекітілген сабақтар өтеді. 10-11-дің программасы өтеді.
қалған 3 жылдығы 4 жыл болған болса 1 жылдық сол программасы өтсе 3 жылдығы шариғат өтеді. Шариғат жаңа айтқанымыздай Құран, сенім, ақида, фиқ, тәпсір, хадис әрі қарай кейін. Жаңа айтып жатсыз ғой ұстаз, ол сондай бір ой қалыптасып қалған адамдардың өздері келіп көрмегендігі себепті, білмегендігі себепті дейсіз ғой. Қалай ойлайсыз ұстаз, жалпы бізде 9 медресе бар ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе бар. Бұл 9 медреседе сонау кешегі Абай Шәкәрімнің ұстанып өткен діні, ұстанған діні былай айтқанда шариғаты оқытылады деген секілді. Солар оқыған шариғат былай айтқанда. Енді бұл медресе көп адамдар білмеуіне осы медресенің бұл жабық болып қалуы бұл әсер етті себепші деп ойламайсыз ба? Жалпы қалай? Медресе халыққа өзінің ішкі тынысын көрсетсе, халық оны ары қарай жаңағыдай медресенің ішінде не оқығандығын білсе, яғни балалардың күнделікті өмірі деген секілді мысалы үшін. Жоқ, ол жаңа айтуыңыз өте дұрыс, Данияр ұстаз. Жалпы біз былай алып қарасақ болады да. Жалпы жаңағы біз мақтан тұтатын бабаларымыз, діндар бабаларымыз десе болады. Солармен біз мақтан тұтамыз. Олардың кезіндегі оқыған медресе, ол медресенің тарихы жалпы кезінде айтады ғой, хужра дейді ғой. Жалпы тек шариғи жаттау болған ғой. Ал біздің медресе заманның қазіргі дамуымен ба, бізде зайырлы мемлекеттік, яғни мемлекеттің қолдауымен болғаннан кейін бізде мемлекеттік программа да бар да. Сол үшін мен ойлаймын, бұл жерде керісінше біз бір жағынан қаймағы бұзылмаған бабамыздың медресесін ұстауменен біз мемлекетіміздің зайырлық бекітілген пәндерді өткізу ол өте жақсы. Өйткені біз жеке бір мемлекет емес, біз Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан сол мемлекетке бағынуменен, ол мемлекеттің қолдауыменен біз сондай бір кадрлар дайындаймыз. Ол кадрлар жаңа айтып өткендей әр жерде қызмет атқарады. Мен сол жердің бір түлегімін. Мен түрлі мешіттерде жасадым, әрбір облыстарда жасадым. Мен енді осында келдім, қызмет етіп жатырмын. Менің өзім бір былай айтқанда үлгімін ғой. Өйткені таңдау жоқ. Біз шынайы сол ел үшін қызмет етуге дайынбыз. Ал енді мен айтып өтетін жаңағы бұл медресенің құрылтайшысы кім? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Біздің басшымыз бас муфти Хазірет Наурызбай Қажы Тағанұлы. Барлығына қандай бір программа береді, сол нәрсемен шектен шықпаймыз. Сол секілді тағы да біз білім басқармасына бағынамыз. Жаңа айтып өттім, Астанада оқу ағарту министрлігі болады. Сол жердегі нәрсе болмыз. Сол үшін оны халыққа жария ету керісінше олардың білген дұрыс деп ойлаймын. Сол ұстаз мен сұрағым түсіндіре алмаған болуы мүмкін. Медресенің былай қарағанда 9 медресе әлеуметтік желіде де бір белсенділігі бір қатты емес деген секілді да. Мысалы үшін осындай подкасттарды жиі ұйымдастырып тұрса, ұстаздар шақырып тұрса, өзінің директорлерін деген секілді сол жерде ұстаздарды шақырып тұрса, қоғамда былай медресенің ішінде не жатқандығын, медреседегі күнделікті өмір, ол жерде не оқытылатындығын, мысалы үшін біз енді Ақтөбеде медресеміз орналасқан, қаладан кішкене 30 шақырым алыста. Көбісі білмейді екен да. Ақтөбе медресесі десе, қай жерде медресе дейді. Мынау осыны аэропорт жақтағы медресе ме деп, сүлейменшілердің пансионаты айтады да айтқанда. Көбісі білмейді екен біздің медресесін. Яғни айтқым келген нәрсе сол медресенің бар екендігін білдіру үшін әлеуметтік желіден былай дамытсақ, немесе сол жаңағыдай ұстаздарды медиаға қазір мінбер болып қалды ғой қазір енді. Мешітте мысалы үшін ары барса 2000 адам, 1000 адам сені тыңдауы мүмкін, бірақ медианың миллиондаған адам қарайды мысалы үшін. Сондай бір ұсыныс қой енді бұл. Осындай соған ойыңыз қалай? Жоқ, мен өзім ой пікірім өте дұрыс, өйткені заманның талабы бұл. Және мен соны сөзіммен бірге ісіммен көрсетіп жатырмын. Өйткені ұстаз машалла андай белсенді, бізде кейбір әкімдер бар ғой, өзі жаңағыдай прямойға шығып тұратын әкімдер бар, депутаттар бар деген секілді да. Біздің Ерік ұстазымыз да машалла әлеуметтік желіде белсенді. Медресенің барынша қолдан келгенше ішкі бір тынысын халыққа көрсеткісі келеді деген секілді. Сондықтан да осы біздің подкастты басқа медреселердегі ұстаздар көріп отырса, негізі бұл бір қазіргі таңда керек нәрсе сияқты да. Медресені барынша жақсы жағын көрсетуіміз керек та. Әрине. Бұл менің ойымша
ұлтқа қызмет қылу деген сөз тек қана дүниеви білім арқылы дүниеви бір жаңалықтарды ашу емес, руханиятқа қызмет қылу да, бұл ұлтқа қызмет қылу секілді деп ойлаймын да өзімде. Яғни медреседе білім беріп жүрген ұстаздар, бұл жерде тәлім алып жатқан ұстаздар белгілі бір тұрғыда ертең ұлтқа да бір қызмет ете алатын адамдар болады деген секілді ғой. Әдемі ұстаз, машалла. Келесі бізде сұрақ, медресе тек қана молдаларды дайындай ма деген сұрақ та. Көбісінің ойында. Ондай енді қоғамда болып жатады бар. Бізде сендер молдалар медресеге не үшін біз балдарымызды беруіміз керек? Біздің медресе енді 9 медресе, 8 медресе дейік. Бізде немен грант алады кәдімгідей мемлекеттен, балдар стипендия салынады деген секілді. Неге біз медресеге сондай бір стипендия бөлуіміз керек? Бұл жерде тек қана молда дайындайды. Олар бізге маман ретінде келмейді. Ол ертең бір жаназасын шығарып ары барса сондай қызметтер жасап жүреді. Бізге керісінше ұлтқа қызмет қылатын адамдар керек. Медресе ол тек қана молдалар дайындайды деген секілді сондай бір пікір қалыптасқан қоғамда. Сол жайлы айтсаңыз, медресе тек қана молдаларды шығара ма? Жалпы енді қоғамда көпшіліктің ортасында жүргеннен кейін болып жатады ғой мұндай әңгімелер, ой пікір әртүрлі. Енді жалпы енді бұны қалай айтуға болады? Мен мысалы кейіннен түсіндіріп өтейін. Жалпы молда дегеннен адам керісінше шошымау керек та. Кезіндегі ишандарымыз молда деген кез үлкен ғалым ғұламалар 7 жыл 10 жыл оқыған адамдар дейтін болған да. Бізде молда десе қазір бір кішігірім 1-2 ай оқыған дүмшені айтады, немесе шырақшыны айтады. Жаттап алып, енді әрине дінге кір келтіріп жүрген қаншамалар бар. Солардың кесірі бәлки біздің ақшапан, ақсалды киіп жүрген имамдарымызға, біздің медреседе ұстаздарымызға жалпы исламның имиджіне кір келуі себеп болып жатыр да, кейбір дүмшелердің. Сызықшада деп қояйық. Енді мен осы жерде айтып өтетін нәрсем, біздің медресе, жалпы медресе, біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасын осындай ислам тану, дін тану мамандарын дайындауда, бірінші, біз жаңа айтып өттік, бірінші мәселе бізде негізгі миссия ол өзінің отанына, еліне, өзінің ата-анасын құрметке, халқын жағдайын ойлауға, сондай бір патриот дайындау негізі. Ал таңдау өз еркі, ұлтжанды таңдау. Өйткені біз жаңағы, мен айтып өттім, алаш зиялыларын біз қарасақ, олар медресені табалдырығын аттады. Біреу 3 жыл, біреу 2 жыл, біреу 1,5 жыл қарасақ өмірбаяндарын. Бірақ ешбіреу молда болып кеткен жоқ. Біреу журналистика саласына кетті, біреу мұғалім болды, педагог болды, дұрыс па? Бірақ барлығын елім, жерім, тілім деп өтті, дұрыс па? Дінім деп өтті да. Міне, сондай біз азамат шығарсақ, мен ойлаймын, ол молда шығарсан да, сен сондай патриот азамат шығарсан да, сен еш өкінбейсің. Керісінше ол қаншама үлес қосады. Сол үшін де ол біз ислам танушыны дайындаған кезде бізде сол бағытта жұмысқа кететін болады, жұмыс жасап, шүкір, немесе әрі қарай тереңдетіп жалғастыратындар болады. Жұмыс барысында имамдыққа кететін болады, теологиялық бағытқа кететін болады. Прокуратура сферасында сараптама бөліміне кететіндер де бар. Жұмыс істей алады. Әрине, істей алады. Тіпті керек болса, былай айтқанда, тереңдетіп оқып, мына экспертиза дейді ғой, жалпы. Сол саласына мына түрлі экстремистік кітаптардың зерттеу саласына кете алады. Өйткені бұл жерде қалай айтуға болады? Ол тұлғаның білімді қалай алып, қалай зерделегеніне де байланысты. Біреулер мысалы оны жақсы зерттеп білімін алып шығады, кейбіреулері орташа, кейбіреулері толықтай емес. Бірақ біз жаңа айтып өткендей, біз санасына оның сол бір қалыпты салған болсақ, ол әрі қарай сол Алланың бұйрығын орындап, тыйымнан тыйылған болса, біз үшін үлкен жиын, ата-анасын сыйлап өтсе. Жоқ дегенде ертең медресені бітірген бала
біреуге бір зиянын тигізбейді дейсіз ғой. Иә, Мысалы үшін иә, міндетті түрде ол медресені бітіргеннен кейін бір молда имам болу шарт емес. Бізде енді иә. мен өзім де жүргенде арнайы пән мұғалімімін ғой медреседе. Біз балаларға сабақ берген кезде сендер мешітке бару керексіңдер, мешітте қызмет қылу керексіңдер, дін саласында жаңағыдай қазықтарын байлау керексіңдер деген секілді нәрсені айтпаймыз. Біздің үйрететін нәрсеміз, өзіңіз де енді білесіз, сабақ беріп жүрсіз, айтамыз, бастысы имандылық деп. Кешегі Имандылық. Ахметте қайсысы бұл алаштың зиялыларын қарайтын болсақ, медресеге түсуінен мақсат алладан қорқу, алланың тыйымдарынан сақтану, яғни бұйырған нәрсесін орындау, айтқанда біреудің ақысына кірмеу деген секілді. Жалпы сөз негізі адамның ақысына кірмеуді ғана үйреніп шығудың өзі қазір қоғамда өте үлкен бір жеңіс болып тұр ғой, былай қарап тұрсақ та. Әрине. Дүниелік бір ілімді түбін түсіріп оқып жатады, бірақ руханияттан білімі болмағандығы себепті адамдардың ақысына кіріп қойып жатады деген секілді. Ал енді бізде қазір медреседе балдарымыз, жастар медреседе имандылықпен азықтанып шығатын болатын болса, арам мен адалды білетін болатын болса, үлкенді сыйлау, кішіні ізеттеу деген секілді нәрсемен қанаттанып шығатын болса, ертең бір орынға барған кезде де, мысалы үшін депутат болар, бәлкі әкім болар деген секілді. Медресені бітірген біраз жігіттерді білемін, мысалы үшін үлкен жерлерде отырған жігіттер бар, мысалы үшін, алладан қорқады деген секілді. Яғни медресеге баланы берген кезде жаңағыдай бастысы біреудің ақысына кірмеу, арам мен адалды ажырату. Соны айтқыңыз келді ма? Машалла, ұстаз. Енді ұстаз, келесі сұрақ. Абайды оқытқан медресе мен қазіргі жастарды оқытатын медресенің айырмашылығы неде? Абай оқыған медресе мен қазіргі жастарымыздың оқып жатқан медресесінің арасында қандай бір айырмашылық бар? Кезіндегі абайлардың, алла сияларының медресе оқыды ғой енді. Бұларды көбісінің ойында еріксіз оқыды, немесе мүмкіндігі болған жоқ деген секілді сондай бір сөздерде қалыптасқан да. Олардың оқыған медресесі мен ұстаз, қазіргі біздің оқыған медресенің арасында қандай айырмашылық бар? Жоқ, бұл жерде енді жалпы енді бұл бабаларымыздың тәлім тәрбие алған медресе ошақтары ол заман енді ерекше ғой енді. Тарихтан біз айта аламыз, өйткені біз ол уақытта болмадық, барып көрмедік. Жаңа айтып өткендей, кезінде хужра деп аталды дейді. Ол жердегі басымдылық көбінесе жаттауға берілді дейді ол кезде. Құранға берілді басымдылық, тек шариғатқа берілді дейді. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарасты, мемлекетіміз қолдап отқан 9 медресеміз, ресми 9 медресе. Соның бір Ақтөбе медресе колледжі. Сол қалыптағы қаймағы бұзылмаған медресе деп мақтан тұтуға болады. Неге? Өйткені біздің бас мүфти хазіретіміз оның қармағындағы қанша ғалым ғұламалар пікірлеп, ақылдасып, осындай медресе ашқызып, бүкіл мына медреселер ол өз бетімен жұмыс жасап жатқан жоқ қой. Олардың зерделеуімен, қарауымен, және солардың бекіткен жаңағы ислам ғибадаттары, ақидалары, бүкілін бәрін орын-орнымен осындай семестрде осы сабақтарды өтіңіздер, осы семестрде осыны өткізіңіз деп жатыр. Ал заманның, қазіргі заман талабымен мен жаңа айтып өттім, біз мемлекеттік бұл жерде біз 9-дан кейінгі балаларды қабылдағаннан кейін біз 10-11-дің сол бекітілген программасын оқытуымыз міндет болады. Біз тек шариғатты оқытамыз, дүниеви нәрсе оқытпаймыз деуіміз, ол бізді қателік болады. Сол үшін біз мектептермен де байланыс қылып, мектептегі педагог мұғалімдерді сол жаңағы медресеге тартып, сол бізге түскен жаңа түлектерге біз тиісті жаңағы 10-ның 11-дің программа сабақтарын бергіземіз. Бірақ ол сол жылдық сабағында, бір жылдық сабағында сол 2 жылдық былай айтқанда программасын алып шығады. Ал қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші курс 3 жылдығында тек сол ғибадат былай айтқанда. Құран жаттау, біреу жаңағы айтып өткендей, ислам ғибадатын тегін жаттау. Бұл жерде енді қазір заман талабымен сай еркіндік, таңдау, ерік бар ғой. Ол әрине кезіндегі біз бабаларымызды жаңа қарап не істесек, Абай атамыздың бабасы жаңағы әкесі, олар мысалы біз қазіргі уақытта тек кедейлер, не мұқтаждар оқып жатқан шығар,
не бір жерге түсе алмағаннан кейін, бағасы төмен болғаннан кейін деп айтып сынап жатады ғой. Иә, Қате сол. ол. Неге? Мен Абай атамызбен оны мысал келтіре аламын да. Өйткені Абай атамыздың оның әкесінің Ауқатты байлығы, ауқатты жерден шыққан байлығы деген жетер мал болған. Енді ұстаз осы тұста енді кезіндегі алаш зиялылар медресе оқыды деп жатырмық қой енді. Олардың медресесі мен біздің медресенің айырмашылығы не деген болды сұрақ енді. Оның артында мынандай мәселе де жатыр да. Кешегі абайлар оқыған медреседе, алаш зиялылар оқыған медреседе білім алды. Сол арыстандар шыққаннан кейін олар ұлтқа қызмет қылды дейді да. Ұлтқа қызмет қылды. Ол араб болып кеткен жоқ дейді айтқанда. Сол медресені бітірген қайсысы болса да ұлтжанды болды дейді. Ал қазіргі медресені бітіріп шыққан, медреседе оқып шыққандар, былай қарайтын болсақ, бұл араб құлдар бір жерде тәрбиеленіп жатқан секілді дейді да. Жоқ, иә, ол енді қате түсінік, қате түсінік. Мен жаңа айтып өттім ғой. Біз бас мүфти хазіретіміздің жеке қабылдауында ол батасын алған кезде, ол кісінің да әрдайым жиындарда да әрдайым айтатынында, иә, осы медресеге жауапкершілікті маман қылып жіберіп жатқан кезде де мен риза болған, батасын беріп әрдайым айтатындар. Бірінші, сол жердегі шәкірттеріміздің қарны ашпасын дейді. Қараңызшы. Екінші дейді, сол оқуға түскен шәкірттеріміз дейді, шәкірттеріміз жатағымнан сақтандырыңыз дейді. Сіздің негізгі міндетіңіз. Және үшінші, дін мен дәстүр. Міне біз әрдайым сол үшін айтамыз. Дін мен дәстүр. Біздің дініміз, дәстүріміз ол бірге жүру керек. Егіз ұғым. Сол үшін біз әрдайым соны өзіміздің медреседе де, басқа ресми 9 медреседе әрине ол жүріп жатыр. Бұл саясат. Сол нәрседен не? Теріс ағымнан сақтандыру үшін. Және жаңағы айтатын жаңағы араб құлдық деп жатады ғой. Сол нәрседен. Әрине бізге дін жалпылама келді, Құран жалпылама түсті. Ол тек арабтарға түскен жоқ қой. Біз сыйлаймыз арабтарды. Неге? Ол жерден пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүние шықты да. Сол. Машалла, сіз жалпы медресе оқыған адамда ұлтжанды бола алады дейсіз. Әрине, ұлтжанды бола алады. Бесінші сұрақ бізде кезектегі: Қазақстанда кеше Абай мен Шәкәрімнің жолын жалғайтын қандай сенімді медреселер бар? Білесіз ұстаз, қазір бізде медресе десе көбінесе мынау бізден сүлейменшілер жамағаты бар ғой енді. Қазақстан сүлейменшілер жамағаты, олардың пансионаттары өте көп деген секілді. Сан түрі тіркелгені бар, тіркелмегені бар деген секілді. Көбісі солардың медресесін біледі екен да. Енді мен өзімде бірінші рет подкаст жүргізіп отырмын, негізі көбінесе қонақ боламын. Сол подкастқа барған кезде де мен айтамын да, негізі кешегі Шәкәрім мен Абайдың оқыған медреселердің, олардың сенімін, олардың оқыған шариғатын ұштастыра алған медреселердің қатарына жатпайды деймін да, әлгі медреселерді. Дұрыс. Олардың ұстанымдары да, кейбір фихтағы мәселелері де деген секілді да. Енді сол Абай мен Шәкәрімнің медресесінің жүйесімен жүйеленген, солардың ізіне бізді жалғай алатын сенімді қандай медреселері бар? Көбісі бізде медресесі және әлгілердің медресесін біледі екен. Жалпы Қазақстанда медреселер жайлы айтсаңыз, ондай қандай сенімді медреселер бар? Жоқ, жалпы жаңа айтып өттім ғой, Данияр ұстаз, бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына бекітілген университет, институт, медреселер бар. Ресми. Енді бірінші сенімді университеттің бірі Нұр Мүбарак университеті. Әл-Фарабидің бойындағы. Ол жерде оқып шықты. Керемет. Институт, Нұр Мүбарак университетін бітірген адам сол жүйемен, ұстаздар оқытқан жүйемен оқитын болса, ол дін мен дәстүрді ұштастырып, ұлтжанды қазақ болып бітіре алады. Одан кейін медреселерден. Және жаңа институттардың бірі Астанада ашылды. Біз Сығанақ атындағы институт, мысалы, ол жерде де мысалы жаңағы медресе бітірген, әрі қарай дамып терең оқығысы келетіндер шетелге бармай-ақ өзіміздің елде сол медреседе жатып 3 жылдық бекітілген сол жердегі терең кітаптарды оқуына болады. Араб ұстаздар береді ол жерде. Береді. Араб ұстаздарымыз да бар, өзіміздің қазақ ұстаздарымыз да бар, терең оқып келген. Қателеспесем, ол жерде сосын біздегі өзіміздің классикалық кітаптар да оқылады екен, иә? Шетелде оқылатын классикалық кітаптар сол жерде де оқылады екен. Және өзіміз 9 медресе біз айтып өттік қой жаңа. Сарыағашта орналасқан, Сманов тарапында. Сосын жаңағы
Шымкентте бар, Астанада бар. Астана медресесі. Астана медресесі, Павлодар медресесі. Мгм. Сосын жаңағы Абу Ханифа медресесі дейді, Алматыда орналасқан. Мгм. Таразда медресеміз бар мысалы. Оралда медресеміз бар біздің. Мгм. 11-ден кейін қабылдайтын. Сосын осы Ақтөбе медресе колледжі бар. Осы медреселер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңа қарауындағы сенімді ресми медреселер. Мгм. Бұл жерде жаңа айтып өткендей масхаб имам Абу Ханифа масхаб бойынша, Нақшбандия тариқаты бойынша және де имам Матурidi сенім бойынша ешқандай күмәнсіз оқытады. Және ешқандай қарама қайшылық жоқ. Басқа енді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан тыс исламдамыз, Абу Ханифа масхабындамыз деп басқа неге тартатын ол жерде жаңағыда айтқандай түрлі ағымдар өтті бар, олар өте қауіпті. Өйткені бұл жерде ұлттың, діннің емес жекеленген бір топтардың мүддесі бар секілді десе болады, ол ашық қой енді, ақиқат қой. Енді бізде сол енді жүзі құбылаға қараған қазақ, енді ата бабасының бәрі мұсылман болған қазақ дін жолында бір шәкірт білім алып жатыр десе, оған көмектескісі келіп тұрады. Мен айналамын таныстар болсын деген секілді, тіпті өзің туысқандарың арасында да, сен медресе оқып жүрсің ғой, бізге де бір дұға қылып қой деп 5-10 теңгесін беріп жатады деген секілді ғой. Енді осы сондай кісілер, сондай жандар қайырымдылығын сонда әлгіндегідей медреселерге берсе ұстаз, берген дұрыс па, әлде кешегі біздің ата бабамыз ұстанып өткен мәзһаб бойынша оқытылатын медреселерге берген дұрыс па ұстаз? Қалай қарайсыз? Жоқ, ең дұрысы, енді әр адам өзінің дүниелік материалдық тұрғыда біз айтатын болсақ, сіз өзіңіздің кіріс шығысыңызды есептейсіз ғой, және тиісті орынға жұмсайсыз, тиісті орында алып қоясыз, дұрыс па? Өзіңіз. Сол секілді сіз енді руханият, ақыреттік инвестиция жасаған кезде, ақыреттік депозитіңізді жасаған кезде, әрине ол сенімді жерге барған дұрыс та. Сіздің жүрегіңізде тыныштық табады. Орнығу үшін. Сол үшін мен айтқым келеді, қазіргі заман талабы кезінде енді қолма-қол деген болды. Оны солды білмеді адамдар, оқып жатыр ма, бере салатын десе. Жоқ, қазір бекітілген ресми медреселер бар. Сол бекітілген ресми медреселердің өздерінің арнайы счеттары да болады. Сол арқылы сондай жерлерге аударып, былай айтқанда жүрегі тыныш тауып, және тиісті аманаты тиісті орынға жұмсалған дұрыс деп ойлаймын. Енді дәл осы ұстаз сұрақ ойыма келіп отырды ғой, сұрақтың төңірегінде. Сонда не, дінді тек қана осы 9 медресе ғана жеткізу керек па? Сендер сонда дінді монополия жасап алдыңдар ма? Біз не үшін өзіміз былай медресе ашып, ешкімге зиянымыз болмаса да, бізде дінді таратуға не үшін біз құқылы болмау керекпіз деген секілді сұрақтар да туындауы мүмкін ұстаз. Не үшін біз енді қайырымдылық бергісі келген адам не үшін міндетті түрде осы 9 медресеге немесе Нұр Мүбарак университеті жаңағы Сағанақи институтына беру керек? Не үшін, себебі неде деген да сұрас. Жоқ, енді біз монополия ма сол деген секілді? Жоқ, олай айтуға болмайды әрине. Өйтіп бір тар сезім санамен алынатын болса солай болып қалады да. Біз кейіннен алуымыз керек. Біз енді осы жерде тек медресе жайлы әңгіме болып жатқаннан кейін мен медресе жайлы және институт пен университет тоқталдым тек. Ал мен Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты қаншама қайырымдылық қорлар, қаншама қарилық орталықтар бар екенін мен айтсам қазір көп ол. Сол жерге де беріңіз. Қаншама біздің 9 жастағы, 12 жастағы, 15 жастағы балдар мектебіне барып жүріп, үйіне қатынап жүріп, сол жерде Құран оқып жүрген, жаттап жатқан балдарымыз бар. Мысалы, інілеріміз бар. Сол жерге де қолдау білдіріңіз. Мысалы, қолдау білдірім десеңіз. Қайырымдылық қорлар бар қаншама. Зекет қоры деп жатады. Біздің жаңағы Қазақстан мұсылман діни басқармасы. Мысалы, үй алып беріп жатады. Дұрыс па? Қолдап жатады жан-жақты. Оның бәрі осы қарапайым халықтың үлесі ғой. Бұның ортасындағы осы Қазақстан мұсылман діни басқармасы көпір болып отыр. Сол секілді мен айтқым келгені, егер қай бір жан сол медресеге үлесін қосатын болса, сенімді 9 медресені мен айтып отырмын да. Одан тыс медресе әрине Қазақстан мұсылман діни басқармасы мақұлдамаса, ол ашылмаған болса,
әрине ол сенімсіз. Ұстаз, бұл жерде тағы да мен мына нәрсені айта кетейін тұздық ретінде. Мүмкін келісерсіз бұл нәрсемен. Айтқым келген нәрсе, ол 9 медреседен басқа қайырымдылық қоры болсын, басқа болсын, оның барлығы Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты ғой, енді құрылтайшысы қарасты деген секілді да. Енді не үшін Қазақстан мұсылман діни басқармасы ғана дін тарату керек, біз не үшін таратпаймыз деген сұрақ болды да негізінде. Менің ойымша ұстаз, енді мүмкін не істерсіз, қатем болса түзеліп қойыңыз ұстаз. Мынау сүлейменшілер болсын, басқа нұршылар болсын, көп қой енді медреселер деген секілді. Оның бәрі мемлекетке де белгілі деген секілді. Бұлардың егер де бұлар ұстанып жүрген жолы, сенім мәселесінде бір-екі мәселелер, проблемалары бар деген секілді, фихында да проблема бар деген секілді. Егер де бұлардың сенімі мен ұстанымы дәл Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты медреселердің сенімі мен ұстанымы бірдей болатын болса, олардың көкірегіне ешкім итермейді, олар топ-топта шықпайтын еді да негізінде. Сол шәкірттерін керісінше осы біздің медреселерге беретін еді. Әрине. Ал олардың оңашаланып шығуы, біз жеке медресеміз деп шығуының өзінде үлкен бір не бар секілді да, сұрақ белгі бар секілді. Мысалы үшін ақидасында да, сенім мәселесінде деген секілді, фих мәселесінде деген секілді. Сосын білетініміз, ондай медреселер көбінесе мынау енді біз Қазақстан мұсылман діни басқармасы қарайтын болсақ, бір болуға шақырады ғой. Бірігуге шақырады, мұсылмандардың бәрін ауызбіршілікке біріктіруге шақырады да. Ал енді әлгіндегідей медреселерге қарайтын болсақ, енді осы дін саласында жүрміз ғой, неше 12-13 жылдан бері. Қарайтын болсақ, медреседен мешіттен олар қашырады екен да. Әлгі сүлейменші нұршылардың медреселерінде мешітке барма дейді екен. Ал біз мешітке керісінше бар дейміз, Алланың үйіне барма. Не үшін барма дейді? Өйткені ол жерде нелер бар дейді, жаңағы имамдар бар, олар дұрыс нәрсені үйретпейді сендерге деген секілді, дұрыс оқулықты үйретпейді деген секілді да. Былай қарап тұрсақ, олардың өздері неден бөлу ғой адам. Әрине бөлу. Оңашалануға шақырып жатыр деп айтқанда. Ол кім білсін, ертең саяси мүдденің артында түрлі қауіптар, қауіп болуы мүмкін, мемлекетке бір қауіп төнуі мүмкін деген секілді да. Енді қайырымдылық беріп жатқан адамдар сол нәрсе беріп жатқан енді жақсылық ойлап тұр, оның арты ертең ана нәрсеге барса қиын болып қалуы мүмкін. Сол үшін де егер де сол дін жолында осы руханиятқа атсалсам, көмек беремін дейтіндер болса, осы сенімді орындарға жаңағыдай қайырымдылығын жасаса дұрыс деген мәселе. Дұрыс айттым ғой ұстаз, иә? Алла разы болсын. Енді ұстаз, мына әлеуметтік желіде атын айтып түрін түстемей ақ қояйық. Бір кісілер пайда болған. Ол кісілер қазір осы имамдардың, университеттердің, медреселердің артына түсіп, бұл жерде мемлекеттен бөлінетін ақшаны санап кәдімгідей. Осынша ақша түседі екен, миллиард түседі екен медреселерге. Бұл медреселер бұған түскен ақшалардың бәрі қайда кетеді деген секілді. Сол жердегі имамда ұстаздардың немесе сондай бір жекеленген адамдардың қалтасында кете ма деген секілді. Жаман пиғылды сондай бір адамдардың сөздері халықтың арасында соны таратуда қазір ұстаз. Жалпы біз медресе, Ақтөбе медресе болсын, басқа медресе болсын, мемлекеттен лицензия аламыз. Бізде не бар? Балдары стипендия беріледі, ұстаздарға ақшасы беріледі деген секілді. Осыны бізде көп ақша деп ойлайды екен да. Одан артылған қалтасында басады деген секілді ойлайды екен. Осы жайлы айтсаңыз ұстаз. Жалпы осы біз енді толықтай мемлекеттік не емеспіз ғой, колледж емеспіз толықтай. Жеке, бірақ грант аламыз деген секілді. Енді осы түскен қаражат толықтай медресенің өзін былай қамтып, оның шығындарын барлығын, ол жерде басқа қызметкерлер бар, оның айлығы болсын, басқа шығындар болсын, оның бәрін қамти ала ма? Жеткілікті ме былай айтқанда? Толықтай. Жалпы Данияр ұстаз, енді жаңа айтады ғой, қай бір адамның артына түссе, түрлі кемшіліктерін табады, өте идеал ешкім жоқ қой енді. Діннің артына түсетін болса, әрине шайтанның азғыруымен оған түрлі нәрсені түрлі қылып көрсетеді ғой. Сол үшін енді мен жалпы 10 жыл енді имам болған адаммын ғой. Бірінші айтарым, біз мешіттерге жалпы бірінші мемлекет тарапынан ақша бөлінбейді, ол бір тиын бөлінбейді. Бөлінбейді, ол ақиқат қой, оны не қыласың жасырып. Екінші, енді медресе мәселесіне келетін болсақ, медресе жеке мемлекеттік тарапта емес болған медресе болса, мен мысалы Сарыағаш медресесін мысал келтірейін. 2006-2007 жылдары біз Сарыағаш медресесінде оқыдық. Ол кезде қарапайым медресе болды. Неше жыл оқыдыңыз сол жерде? Бір жылда. Бір жыл оқыдыңыз. Сол жерде оқыған кезде ол мемлекет тарапқа да, жалпы сол жаңағы Абджаппар ұстаз бар, Абсаттар ұстаз бар, жаңағы
Абдышүкір ұстаз бар, Абдуғаппар ұстаз. Төртеуі қызмет етіп, аннан тартып, мынан тартып, әйтеуір бүйтіп жүгіріп жүрді. Өйткені енді аяққа тұрып жатырық қой біз мына жақтан. Енді Қазақстан мұсылман діни басқармасы орнығып, реттеліп, бәрін қарастырып, мемлекетіміздің қолдауын тауып, медресе колледж деген статус, яғни лицензия алып, статус алғаннан кейін, ол міндетті түрде колледжді барлығына. Осы біздің мемлекеттік лицензия алуымыздың өзі біз қоғамнан оңашалығымызды, керісінше қоғамның ішінде бір біргеміз екендігін белгісі болып айтқанда. Иә. Содан кейін бюджеттен, яғни госзаказ дейді бұны, бөлінеді. Ол тиісті, ол енді нақты біз қазір бағаны айта алмаймыз, бірақ мен 100% айтамын, миллиардтар бөлінбейді. Иә, миллиард деген енді ол қате болады. Қате. Иә, миллиондар десе болады. Күлкілі әңгіме былай айтқанда. Иә, күлкілі. Ол нөлдер көп қой, миллиард деген. Ол миллиондар десе болады. Бірақ ол миллиондар деген ол ашық нәрсе, мемлекеттің беріп жатқан нәрсесі. Беріп жатқан нәрсесі, ол мемлекет, ол тиісті орган бір тиынына дейін тексеріп, есебін алады бізден. Бір тиын болса сотта жібереді керек болса. Иә. Бізде арнайы өзімізден, мысалы, әр медресенің өзі есепшісі болады. Қабылдайды. Тиісті мына оқып жатқан балаларға жақсы оқып жатса, жақсы оқуына байланысты стипендиясы береді. Жоғары оқу дейді, высший дейді. Оған жоғары стипендия береді. 45 мың теңге алады олар. Иә. Мысалы, енді қараңыз, тиісті мұғалімдер бар. Дұрыс па? Арнайы пән мұғалімдер. Оларға сағат бөлінеді, сабақтарын береді, еңбекақы береді. Ол барлық жерде солай. Ол тек медресе колледжде емес, ол аграрлық колледжде де, дүние колледжінде де солай ғой. Солай. Бірақ енді сол мемлекет тарапынан бөлінген қаражатпен жеткілікті ме, асып тасып өмір сүріп жатсыз ба десе, жоқ. Керісінше жетпейтін тұстар көп. Мен жаңа айтып өттім, медресе, бізде 9 медресе болса, 9 медресе барлығы бір деңгейде емес. Медреселердің атасы Сарыағаш медресесін алайық. Ол өте үлкен. Адам қамтылуда, мысалы, 800 мыңға дейін бар шәкірт. Бізде қазіргі уақытта 231 шәкірт. Мысалы, екінші, үшінші деңгейдеміз біз. Енді ол жердің балалар көп болуымен, ұстаздардың көп болуымен, ол жердің жаңағы жатақханасы, оқу орны, асханасы қамтамасыз етуде ақшаны көп қаражат етеді. Дұрыс па? Талап етеді. Сол секілді біздің де, мысалы, медресеміз, жаңа айтып өттім ғой мен сізге. Асханасы бар, спорт залы бар, оқу корпусы бар, 3 этаж. Сосын жаңағы несі бар? Жатақхана. Ол біз ер балалар жақта айтып отырмыз. Қыз балалар жақта, қараңыз. Сол асханасы, сол жаңағы жатақхана, оқу орны, оның барлығы, оның коммуналкасы бар, қаншама, оның жылуы бар, оның суы бар. Ол жетпейді дейсіз ғой. Жоқ, ол жетпейді. Қосымша жанашыр, кәсіпкер, ақыретін ойлаған жандардың көмегі ауадай қажет десе болады. Өйткені ертең олар соған үлесін қосатын болса, ол сол рахаттың жемісін көреді бала шағасынан. Ақыретке иман келтірген адам ақыретте көреді дейсіз ғой. Енді осы ұстаз көбісі мен өзімден де сұрап жатады әлеуметтік желіде, менді медресе жұмыс жасайтынын біледі ғой. Ұстаз, осы бір азнаулақ бір көмегіңіз бар еді медресеге берейін деген едік, бұны қалай біз берсек болады көмекті деген секілді да. Енді осы секілді адамдар шығатын болса, көмек сұрау мақсатында, біз оны қалай қолдан қолға береміз бе, әлде оны біз кәдімгі жаңа сіз сөзіңіз басында айттыңыз, арнайы шот бар, бәрі бақылауда болады, бәрі деген секілді бухгалтерия. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тарап ұстанымы, жалпы қандай да бір қайырымдылық болатын болса, қандай да бір жерге жәрдем, көмек, әрдайым бекітілген ресми реквизитпен жұмыс жасаңдар. Қолма-қол жұмыс, жаңағыдай ақша алысу қатаң тыйым салынады. Болмайды. Оның ар жағы абыройға келмейді. Ол да беріп жатқан адамда көңілі тыныш болмайды. Әрине. Ол сол үшін қайбір жан жоқ, енді қазіргі заман сол заманның талабы ғой. Сол үшін бізде жаңағы айтып өткенде медресеміздің сенімді жаңағы реквизиті бар. Сол реквизитпен аударып, біз мынағынан дұғасын жасап қоямыз. Және де біз былай айтқанда ашық түрде жаңағы
сол кірістің шығысы турасында да біз есеп бере аламыз ұялмай. Сондықтан да құрметті көрермендер, осы подкастты көретін осы дінге, ұлтқа жаны ашитын адамдар көреді деп ойлаймыз. Егер де медресеге қандай да бір көмек беретін болсаңыздар, алдағы уақытта болсын, мысалы үшін немесе қазір де беріп жүрген болсаңыздар, біздің медресе қолма-қол ешқандай қайырымдылықты қабылдамайды. Міндетті түрде барлығы арнайы медресеміздің, Ақтөбе медресе колледжінің ресми түрде, заңды түрде ашылған қоры бар. Сол жерде сол реквизиттер арқылы саласыздар, қолдан қолға берілмейді. Егер де сіз осы үмбетке, елге, дінге жаны ашитын азаматтар медреселерден сондай бір рухани бір азық алып, ертең арам мен адалын ажырата алатын ұрпақтардың шығуын қалайтын болсаңыздар, осы медресеге үлестеріңіз қоссаңыздар болады. Арнайы сол реквизит шоттарға, қолдан қолға емес. Осы кез Каспи бізде платеж бар. Сол арқылы кіріп медресені таңдап сол жерде бере алады. Керемет ұстаз, машалла. Бере алады. Енді ұстаз, келесі сұрақ, соңғы бір сұрақ деп ойлаймын бұл енді. Баламды діни медресеге берейін бе деген сұрақ болыпты. Енді медресеге қалай бере аламыз баланы? Қай жастан бастап қабылдайды, қай сыныптан бастап беруге болады баланы деген секілді. Енді біз жаңа айтып өттік қой, 9-дан кейін жалпы колледж лицензиясы болғаннан кейін 9-дан кейін қабылдаймыз біз. Иә. Енді өз еркілері ғой, 9-дан кейін де 11-ден кейін де болады. Бірақ одан ерте, яғни кәдімгідей бекітіп оқыту жоқ, өйткені ол тиісті өзінің мектебін оқу керек қой. Міндетті түрде. Сол үшін де былай айтқанда жазғы демалыстарында десе болады, тиісті лагерлерге, жаңағы демалыс орындарында сол руханияттың ордасы дейді, мына біздің Сарыағашта, Шымкенттерде жақсы имани нелер өтіп жатады. Мысалы қалай айтуға, лагерлер. Иә, лагерлер, айлық болсын, 2 апталық болсын, сондайға бергені нұр үстіне нұр ғой деймін. Өйткені бір жағынан бала ойнап танысып алады, біраз танысын табады, сол жерде калимасын үйренеді, былай айтқанда Құранын жаттайды. Өйткені тілдері, олардың былай айтқанда саналары мықты қабылдайды ғой. Сол үшін жаңағы Түркия, жаңағы Дубай артқа қойып, кейін өзіміздің еліміздегі нелерін реттеп отыратын болса, кішкентай кезінен, ол балада сол нәрсе ояна ма деймін да. Сосын 9 сыныптан кейін бере алады, 11 сыныптан кейін де. 11-ден кейін. 11 сыныптан кейін. Біздің Ақтөбе медресесі биыл 11 сыныптан кейін қабылдамайды, биылдан бастап. Қателесім, Орал медресесі қабылдайды. Сол, Орал қабылдайды 11-ден. Оралға. Машалла, Алла разы болсын ұстаз. Аумин. Медресеге қатысты бір қонымды, бір тұшымды бір жауаптарды бере алдыңыз деп ойлаймыз. Көрермендерге де бір көкейіне жүрген сұрақтарға жауап болды деп ойлаймыз. Машалла. Құрметті көрермендер, біздің Ақтөбе медресе колледжі Ақтөбе қаласының жанында, Бестамақ ауылында орналасқан, білмейтіндер өте көп. Балдарыңызды осындай медреселерге бергілеріңіз келетін болса, жаңа ұстазымыз айтты, сенімді болған 9 медресеге беріңіздер. Басқа Сүлейменші болсын, Нұршы болсын, олардың медреселеріне беру ұсынылмайды, категорически ұсынылмайды. Өйткені Қазақстан мұсылман діни басқармасының негізгі ұстанымына сай келмейтін тұстары өте көп. Және де медресеге қандай да бір қайырымдылық көрсететін болсаңыздар, арнайы бір адамдарға емес, медресе ешқашан сүлейменшілер секілді, ұстаз сүлейменшілердің шәкірттері базарды аралайды екен да. Базар аралап жүріп қайыр сұрайды екен. Бір картоп болсын, бір пияз болсын деген секілді, ақша болсын деген секілді. Естеріңізде болсын, Ақтөбе медресе колледжінің шәкірттері, немесе кез келген 9 медресеміздің шәкірттері ешқашан базар аралап болсын, жеке адамдарға барып садақа немесе көмек сұрамаған, және ұстаздар да сұрамайды. Бұл дін бір адамдарға мұқтаж емес, керісінше сіздер дінге мұқтажсыздар. Егер де осы дінге бір рухани жағына бір көмектесем дейтін болсаңыздар, медресеміздің арнайы шоттары арқылы, реквизиттер арқылы көмектесе аласыздар. Ұстаз, Алла разы болсын. Иншалла келесі подкасттарда сізде тағы да бір медресе тақырыбынан бөлек тағы да бір басқа отбасылық подкасттарға шақыратын боламыз. Машалла ұстаз. Рахмет. Алла разы болсын ұстаз. Машалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам.